Ақ көйлек қолында сақина, жандағы жігітің айтшы мені тани ма? Жоспарлап едік болашақты армандап, қызымыздың аты болады деп Зарина. 2016 қарашаның 20-сы түнгі сағат 1-дің бірге болған күннің бастамасы. Өзіңе ғашық болдым, сол сәттен бәрі басталды. Кездесу сәтті күттік сағынып бірімізді. Осылай сағынышпен ақпарақты шимайладым. Өзіңді еске алып суреттерді ақтарамын. Естелікті сақтағаным, өзіңді ұмытпадым. Әлі күнге сенгім келмейді сол күннің келмесіне жаным. Қолдарың өзге жаным қолында, жолдарың адасып өзге жаным жолында. Артыңа қарамастан кете бардың жалғызым, орталықтан мәңгілікке батысқа. Ақ көйлек қолында сақина, жандағы жігітің айтшы мені тани ма? Жоспарлап едік болашақты армандап, қызымыздың аты болады деп Зарина. Ақ көйлек қолында сақина, жандағы жігітің айтшы мені тани ма? Жоспарлап едік болашақты армандап, қызымыздың аты болады деп Зарина. Шын ғашықтар бұл өмірде қосылады десек, бұл жағдайдан кейін ондай сөзге қалай сенеді? Амалым жоқ мүлде, ауырса да мейлі, жүрек қайғырып жатам енді тыңдап лирика қара кесек. Дірілдейді, жаным дірілдейді, айтқан сөздерің жүректі тілімдейді. Үндемейді, жай ғана қарап күлімдейді. Саған менің жаным көрінбейді және білінбейді. Жар болсын еді өзіне жаратқан Құдайым, есімнен кетер емес ол қыздың шырайы. Саған деген сезім менің болған еді шынайы, Ақтөбеге кетіп болдым басқа жаның жұбайы. Саған деген сезім менің болған еді шынайы, Ақтөбеге кетіп болдым басқа жаның жұбайы. Ақ көйлек қолында сақина, жандағы жігітің айтшы мені тани ма? Жоспарлап едік болашақты армандап, қызымыздың аты болады деп Зарина. Ақ көйлек қолында сақина, жандағы жігітің айтшы мені тани ма? Жоспарлап едік болашақты армандап, қызымыздың аты болады деп Зарина.